Қайырлы күн достар, корн доги жасайтын боламыз. Ол үшін сүтімізге жұмыртқамызды, тұзымызды, шекерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Қаламасаңыз шекерді қоспасаңыз болады. Ұнымызды салып араластырамыз. Қоймалжың қою масса пайда болады. Жақсылап араласқан массамызға сосискаларымызды батырып аламыз. Осылай шпажкаға қадап, қоймалжың массамызға батырып болған соң сухари, панировочный сухариға араластырып, осы жерде сразым қурамыз, алай қойып қоймаймыз. Өйткені сосискадан қамырымыз ағып кететін болады. Сол үшін осылай істеп болғаннан кейін сразу қызып тұрған майыңызға араластырып, қозғап отырып қуырасыз. Араластырып былай айналдырып отырып қуырасыз. Сол кезде массаңыз бір тегіс болып қуырылып шығады. Қуырылып болған соң кетчуппен ұсынсаңыз болады. Жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар.